Экс-президент мешітте не істеп жүр? Назарбаевтың намаз бастағаны рас па? Техникалық сипаттамасы сұмдық. Берік Уәли сатып алмақ болған креслоның не құдіреті бар? Жыны келгіш Жұмағарин, вице-премьердің жүйкесіне шегірткенің қатысы қанша? Мен сені иіскеуім керек. Мұңын шаққан Наргенже мен филармония басшысының дауы немен бітті? Әңгімесі ауылдың мақпал қыздың сәлемі. Жүнісова кімге еліп сәлем салды? Қыздың шереген өзбек президенті Саиданың Дариғадан несі артық? Тұрсынбек Қабатовтың әйелі бүкіл қала халқына шай бергелі жүрме? Ақтөбеде жасыл жаңбыр жауады. Жұлдызшылар қала тұрғындарына қандай ескерту жасады? Армысыздар, өздеріңізбен Қазақ Айран және мен Бауыржан Жақсымбет. Аптада болған шулы оқиғаларға шолу жасаймыз, сонымен бастайық. Назарбаев намаз бастады ма? Мұндай сауалдың туындауына экс-президенттің Астананың бас мешітінде бой көрсеткені себеп болған сияқты. Өйткені Назарбаев көптен бері ел көзіне көрінбей кеткен. Әнеугүні Путиннің жанынан бір жылт еткені болмаса, оның бар жоғын ел жұрт ұмыта бастағандай еді. Баршаңызға, барлық халқыма зор ризашылығымды білдіріп, басымды иемін. Осындай қолдаудың, сенімнің, сіздердің сенімдеріңіздің ақтау үшін мен бар күш-жігерімді, денсаулығымды, уақытымды аямай адал қызмет еттім. Бұл бейнежазбаны мешіттің азаншысы Қуаныш Сейітханов әлеуметтік желіде жарияласа керек. Кадрларда Назарбаевтың көңіл күйі көтеріңкі екені байқалады. Тіпті өздері ұсынса, қыз қырқының қолын алуға да жарап тұр. Мұны көрген көпшілік әп бәрекелді. Нүрекең күйді қуатты екен деп қуанып жатыр. Иә, бұйыртса қуанатын дүние көп қой. Келесі аптада экс-президент 80-нің 5-еуіне келеді. Баяғы заман болса, Астананың аспанын шаттықтың от шашуы бұршақша бүркіп жатар еді. Бірақ оқай емес, биыл отшашу өз үйінің төбесінде найзағайдай ойнайтын шығар. Бастысы Нұрсұлтан Назарбаев өзі іргетасын қалап, өзі ашылуына қатысқан бас мешітті айналшықтап жүр. Қазақстандағы ең ірі мешіттің құрылысына қанша қаржы жұмсалғаны жұмбақ. Дегенмен, тиын санай білетін сарапшылар кемінде 100 миллиард теңге жұмсалды. Бұл 13-14 мектептің құны деген. Демек, экс-президент 5 парызының бірін өтеп намаз бастаймын десе, бұдан артық орын табылмайды. Сонымен Назарбаев сәждеге жығылды ма жоқ па, дәл қазір кесіп айту қиын. Есесіне тағы бір мәрте барса, ойында не бар екенін тап басып танып қалуымыз да мүмкін. Абай облысын басқаруға Астанадан арнайы барған Берік Уәлидің жамбасына Семейдің орындығы жақпай жатыр ма? Сондықтан болса керек, аймақтың қаржы басқармасы 410 миллион теңгеге жиһаз дайындау бойынша тендер жариялаған. Онда әкімдікке қажетті дүниелердің тізімі былай беріліпті: жылжымалы шкафтар, жұмыс үстелдері, құжаттарға арналған шкафтар, киім шкафтары, сервистік шкафтар, басшыларға арналған үстелдер, брифинг префикстер және келушілерге арналған креслолар. Жоспар бойынша жиһаздың төресі облыс әкімінің кабинетінде тұрады деп есептелген. Мәселен, ұзындығы 3 метр болатын емен түсті үстел табиғи шпонмен жабылуы тиіс екен. Сондай-ақ қайта өңделген былғармен қапталады. Ал креслоның техникалық сипаттамасы тіпті керемет. Алдыңғы бөлігі табиғи былғармен қапталуы шарт. Тіреуіш жерінің сүйегі темір болғанмен бук жабыны болуы қажет. Көп позициялық бекіткіші бар механизм еркін шайқалуға мүмкіндік беруі тиіс. Оған енді отырған адамның салмағына бейін белетін қатаңдықты реттеу жүйесін қосыңыз. Мұны аз десеңіз, тапсырыс берілген кресло 80 келілік жүктемеге 200 мың қозғалысқа дейін шыдайтын берік конструкцияға ие болуы шарт екен. Қысқасы, мұндай креслода отырған адам қол астындағы қызметкерлерге қалай айғайласа да жарасқалы тұр. Биылғы қала бюджеттен рұқсат етілмеген қоқыс орындарын тазалауға және сенбіліктерді өткізуге 120 миллион теңге бөлінді деп баяндамаңызда көрсетесіз. Баяндамаңызда тұр. 120 миллион теңге. Бұл тек қана сенбіліктердегі шыққан қоқыс тазалауға. Қайда сол ақша? Неге талап етпейсіз? Ал жылына біздің қаланы тазалауға 2 миллиардтан астам ақша бөлінеді. Мен енді Шымкентте тұрдым, Таразда тұрдым, білем, ондай ақшаны қалаларын жылан-жылағандай тап-таза ұстап отыр. Бұл сөзді Берік Уәли 2 ай бұрын ғана айтқан. Соған қарағанда сенбілікке бөлінген 100 миллион ақшаны қоқыспен бірге полигонға төккенше қымбат кресло сатып алып астымызға басып отырайық деген сияқты.
Алайда ел жұрт шулағаннан кейін ол ойынан айныған түрі бар. Өйткені тендер жариялағанына қарамастан облыс әкімінің шешімімен сатып алу рәсімі тоқтатылғаны хабарланды. Ендеше елді шулататындай бастарына не күн туды? Әкімдік Тенгриньюс KZ сауалына былай деп жауап беріпті. Қазіргі уақытта 639 қызметкер бұрын Семей әкімдігінің балансынан шығарылған тозған жиһазды пайдаланып отыр. Бірқатар басқарма қызметкерлері жиһазды үйден әкеліп қолдануға мәжбүр. Енді елдің бәрі үйінен әкеліп жатқанда Берік Уәли де бір орындықты үйінен сүйрей келсе қайтер еді деген сауал туады. Назары Абай облысына ауған жұрт мұның да жауабын айтып тастады. Олардың сөзіне сенсек, жаңа қызметінің жаққаны соншалық Берік Уәли бұрынғы президент әкімшілігіндегі креслосына симай қалған болуы мүмкін. Енді мұның анық-қанығын әкімнің өзі мен айналасындағылар біледі. Бұл аптада Қазақстанның саяси әлемі үшін өте жайшы жағдай орын алды. Бетін ары қылсын, мұндай жағдай тағы бір мәрте қайталанса, аяғы неге соғарын болжау қиын. Сонда не болды дейсіздер ғой? Жаман болды. Тыныш жүрмейтін әріптестеріміз вице-премьер Серік Жұманғариннің жынын келтіріп алды. Касательно той компании, которая не уплатила 200 миллиардов тенге, Понимаете, практически главное, можно сказать, Негізі Серік Жұманғарин өте маңызды мәселені көтеріп жатқан. Оған сенсек, Астана халықаралық қаржы орталығы Қазақстандағы офшорға айналып кете жаздаған көрінеді. Өйткені салықтан жалтырған компанияның бірі жалмауыз құсап, бюджетке құюы тиіс 200 миллиард теңгені өз қалтасында ұстап қалған. Жұманғарин осыны жұмсақтап айтып жатқан кезде, журналистердің бірі ол компанияның аты не деп қойып қалған секілді. Ал Жұманғарин негізі өзі дайындалып келген сұрақтарға ғана жақсы жауап беретін адам. Төтеннен күтпеген сұрақ қойылса, не болатынын өткенде былайша ескерткен. Бұл мероприятие ғой, не болды? Кеше парламентте айтым тарифтер туралы. Ондай болса, өздеріңіз тұра беріңіз бұнда. Ну, конечно, мероприятие про малый и средний бизнес, вы мне здесь про тариф пришли спрашивать. Приходите ко мне официально, я вам про тариф все расскажу. От и до. Жынды келтірмеңізші. Жұманғарин журналистке жыны келіп жауап бермей кетіп қалғанмен жұмбақ компанияның қай компания екенін өзге бір журналист тауып алды. Экономиканы шемішкеше шағатын Айбар Олжай вице-премьер айта алмаған мекеме Айдын Рахымбаевтың BI Group компаниясы деп отыр. Енді осыны Жұманғариннің өзі айта салса, несі кетеді? Айтпай қойғанына қатысты жұрттың жорамалы әртүрлі. Естеріңізде болса, бұл кісі шегіртке халал өнім деп елді аузына қаратқан. Әріптестеріміз бұл қалай деп сұрағанда, мен оның халал өнім екенін айттым, бірақ жеңдер деп ешкімге кеңес берген жоқпын дегенді. Байқасаңыз, шегіртке жеуге кеңес бермейтін вице-премьер өзімде жемем деп айтқан жоқ. Анығын вице-премьердің өзі мен шегірткелер білсе керек. Вице-премьер Серік Жұманғарин журналистерден қашып жүргенде белгілі әнші Мақпал Жүнісова бүкіл елдің құрмет қошеметіне бөленді. Әуежайда әнмен қарсылған жігіттерге басын иіп сәлем салды. Байқасаңыз, алдындағы жұрт әншіден үлкен емес, бірақ Мақпалдың көңілі үшін көптің бір аты халық. Ал халық ханнан да жоғары тұрады. Халық қаласа хан түйесін сояды деген сөз соның белгісі. Қысқасы, Мақпал Жүнісова көп алдында кішірейген сайын биіктеп бара жатыр, ал билік өкілдерінің орны сіз үшін қай жерде? Әнші сахнаға шығар алдында басшысына басын ескетуі керек пе? Бұл сұрақ қоғамды дүр сілкіндірді. Өйткені республикалық және халықаралық ән байқауларының лауреаты танымал әнші Наркенже Серікбаева бұл жолы көрерменге құйқылжыған әнін емес, жанын жегідей жеген мұңын айтты. Сөзіне қарағанда, белгілі әнші Шәмші Қалтаяқов атындағы Түркістан облыстық филармониясының директорынан қысым көрген. Маған концертке қатыспайсың, сенің киімің жоқ деп, және де маған махаббаттар жайында әңгіме айтып, менің ұятта болса айтайын, менің алдыма келіп отыр, мен сені иіскеуім керек деген әңгімелердің бәрінен өтіп келе жатыр. Бірақ, құрметті әкім мырза, осының бәрін сізді қолға алуыңызды өтінемін. Жалғыз мен емес, жалпы қазақтың қыздарының бәрі сондай басшылардың қол астында кетіп бара жатыр. Басшылардың қолжаулығы болып кетіп бара жатыр. Наркенже жылап еңіреп Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеровпен халыққа үндеу жариялап жатқанда филармонияның директоры де әлеуметтік желіден жарқ ете қалды. Әлеуметтік желіде тарап жатқан видео бойынша мен де өзімнің жауабымды бергім келеді. Мен отбасылы, анам бар азаматпын.
маған, менің отбасыма қатты күйе жағып жатыр. Бұл заң мені де қорғайды деген ойым бар. Заң аясында сотқа шағымдандым. Соттың шешімін күтейік. Одан кейін барлық әлеуметтік желіге салатын боламыз. Бірақ даулы мәселе соттың шешімі шықпай-ақ шешілді. Жұрттың дені әншіні қолдап, бірқатары бастықты қорғап у-шу болып жатқанда, дауласқан екеу егіз қозыдай болып ел алдына қайта шықты. Оңтүстік әкімшіліктен комиссия құрылып, біз Ғалымжан мырза екеуміз бір-бірімізді түсіністік, бір-бірімізге кешірім сұрастық. Осыншама қолдау білдіріп жатқандарыңызға Алла разы болсын. Кешелер бері резонанс тудырған мәселе үшін жалпы кешірім сұраймыз. Әрбір үйдің мәселесі үйдің ішінде қалған дұрыс еді. Бірақ бүкіл елге тарап кеткеннен кейін облыстық мәдениет басқармасынан және әкімшіліктен комиссия келді. Комиссия екі тараптан тыңдады. Талаптарымызды, өтініштерімізді бәрін қарады. Ешқандай бір-бірімізге қоятын мәселе жоқ. Әрине, мәселенің болмағаны жақсы, бірақ ашынған әншінің ішке бүккен сыры қандай себептен сыртқа шығып кетті. Ақырына дейін баруға бекінген әйелді орта жолдан тоқтатқан кім? Абыройын сотта қорғамақ болған бастықтың да былқ етіп келісімге келгені нені білдіреді? Біздіңше бұл сұрақтарға жауап іздеудің қажеті жоқ. Бастысы екеуі татуласты және жұрттан кешірім сұрады. Ал кешіресіз бе, кешірмейсіз бе, ол енді сіздің шаруаңыз. Өзбек басшысы Шавкат Мирзиев президент әкімшілігінің басшы деген лауазымға өте белсенді, ерекше танымал жас маманды тағайындады. Тіпті бір жыл бұрын жойылып кеткен президент әкімшілігінің басшы деген қызмет осы адам үшін қайта құрылғандай көрінді. Ал президентті асқан парасатымен мойындатқан жас маман кім? Оның аты жөні Саида Мирзиева. Түсініп тұрған шығарсыз, 2 жыл көмекшісі болған қыздың Шавкат Мирзиев енді президент әкімшілігіне жоғарылатты. Әрине, орталық Азияның президенттері не істеймін десе де өздері білетін заман ғой. Дегенмен Саиданың әсіре пысықтығы мен қолдаяққа тұрмайтын елгезектігі әлеуметтік желіге жиі жүктеліп тұрады. Рас, Саида Мирзиева президентке көмекші болып жүрбақ мемлекетті басқару ісіне араласа бастаған. Соңғы бір жылда ол бірнеше елге барып президенттермен кездескен. Қазақстанға келіп Тоқаевтың да қолын алып кеткені есімізде. Яғни Шавкат Мирзиев Саиданың саясаткерлік қырына елдің көзін үйрете бергісі келетіндей. Міне осы арада Өзбекстанның экономика және қаржы министрлігі өз қызметкерлеріне мемлекеттік әнұранды жаттап, барын тамен орындауды және арнайы порталға видео жариялауды тапсырыпты. Әнұран айтқан бейнежазбаны порталға жүкте деген тапсырманың біртүрлі көрінетіні рас. Бірақ қазір біртүрлі емес, не бар дейсіз? Мысалы, Шавкат Мирзиевтің таққа мінгеніне келесі жылы 10 жыл толады. 2023 жылы Конституцияға енгізілген өзгерістерден кейін оның президенттік мерзімі 2037 жылға дейін ұзарады. Бұйырса, Өзбекстанда 25 жыл басқарған Ислам Каримовтан да асып түскелі тұр. Дегенмен әлде қалай күн туа қалса деген сақтық кімнің басын ауыртпайды дейсіз? Шавкат Мирзиев те Саиданы ерте бастан тақтың түбіне әкеліп қойғысы келетін сияқты. Мейлі ғой, бірақ біз жетектеген тазының түлкі алмайтын Дариғаның мысалынан білеміз. Ал Саида түлкі ала ма, ол енді көктегі Құдай мен өзбек халқының таңдауына байланысты дүние. Абай облысының әкімдігі кресло алғалы жүрген ақшаға Қостанай облысының әкімдігі көлік алыпты деп ел қуанып жатыр. Қуанса қуанатындай бар екен, әкімдік дәрігерлерге дүңкиген су жаңа 20 УАЗ тарту етіпті. На протяжении нескольких лет мы уже имеем дефицит самих даже УАЗов на уровне районов. То есть мы практически не обновлялись, приобретались соболя. УАЗы мы берем для проходимости. Знаем, да, мы сталкиваемся с разными ситуациями на уровне районов, поэтому эти машины, они неотъемлемая часть являются для медицинских работников. 70 жылдан бері дизайны өзгермеген буханкадан есек арба жақсы дейтіндер де бар. Бірақ қазір машина таңдайтын заман ба. Қаржы тапшы болғандықтан әкімдік Ресейдің арзанқол көліктерін сатып алғанға ұқсайды. Бірақ әрқайсысы 16 миллион теңгеге бағаланған 20 көлікке бюджеттен 318 миллион теңге бөлінсе керек.
В этом году, сейчас вот именно мы подписываем договор лизинга на приобретение еще новых 50 реамобилей, которые также будут поставлены в этом году и распределены по объектам здравоохранения нашей области. Салдыр салақ мұндай тазикпен науқастасу қауіпті емес пе? Мәселен, толғақ қысқан әйелді селкілдетіп ауруханаға жеткізгенше жарты жолда туып қалады ғой деп қамығат журналист Ясын Орақпын. Ол жағын кім біліпті? Әкімдердің де бір ойлағаны бар шығар. Ал біздің білетініміз қуыс-қуысынан жел аңырап тұратын УАЗдың жүргізушілері қанша шаршаса да ешқашан қалғып кетпейді. Бәлкім қауіпсіздік үшін осы жағына басымдық берілді мекен. Тұрсынбек Қабатовтың әйелі бүкіл қала халқына шай бергелі жатыр. Осындай ақпаратты естігендер Мөлдір Мұқанова шайды бөшкеге қайнатып, таксиге тастыққалы жүрме деп ойлаған. Сөйтсек әзілкештің әйелі жұртқа шай бермек түгіл самаурынға отын да салмапты. Өз шай ішіп отырып, «Шай большом городе» деген фильмнің сценарийін жазып тастағанға ұқсайды. Бүгін емес, ертең емес, Алланың қолдауымен дәл қазір қолға алынған ерекше жоба толық метражды «Шай большом городе» киносы. Оны бұрынғы Мөлдірмен байланыстырмаңыз. Бұл жаңа қыр, жаңа бетбұрыс деп жазған ол әлеуметтік желідегі парақшасында. Демек, танымал әзілкештің әйелі Мөлдір Мұқанова жаңа қырынан танылмақ. Бұлар да тегі танылып болмады ғой десеңіз, өзіңіз білесіз. Бірақ алғашқы ақпарға сеніп, шай ішем деп иегіңіз қышымасын. Табиғаттың ерекше тылсым құбылысын көруге көп уақыт қалған жоқ. Енді аз күнде Ақтөбеде жасыл жаңбыр жауады. Әзірге Қазгидромет бұл туралы ешқандай ақпарат таратпады. Есесіне қазақ дәстүрі бойынша жорамал жасайтын жұлдызшылар шұғыл дабыл қағып, жаңбыр жауса ағаштың астына тұрмауға кеңес беріп жатыр. Девушка, вы красите, да? Красите деревья, да? Нормально, да, это? Это нормально, да, красить деревья? Это Ақтөбе. Мәселені түсінген шығарсыз, әлі түгел көктеп үлгермеген ағаштың шырайын ашу үшін шашылған бояу жаңбыр суымен жерге төгілгелі тұр. Мұндай кезде ағаштың астында тұрған адам лезде аватарға айналып шыға келмек. Ал Ақтөбедегі аласапыран тек ағаш бояумен шектелмеген екен. Ақтөбеде асыз жол жасап жатыр. Тоқаев келеді дейді, оказывается. Lan be, жауып тастаған. Президент келеді дейді, соған жол жасап жатыр. Бәсе полоса сызып жатыр. Президент жиі келсе екен біздің елге, біздің қалаға. Бұл жігіттің арманы орындалды десеңіз де, әкімдердің дайындығы тегін емес екен десеңіз де өзіңіз білесіз. Сол күні, яғни сәрсенбі күні мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев шынымен де Ақтөбеге барды. Біраз жерді аралады, оның ішінде өнер ордасы, театр да бар. Театр жалпы жақсы, бірақ кішкене тозған екен. Сондықтан мен бүгін әкімге айттым, жаңа театрды салу деп. Байқасаңыз, мемлекет басшысының бұл сөзін екі мағынада түсінуге болатын секілді. Тура мағынасында жаңа театр керек, ал ауыспалы мағынасында ағашқа бояқ шашатын көз бояушылықты қойыңдар. Енді мұны әкімдер қалай түсінді, бар мәселе сонда ғой. Ал сіз қалай ойлайсыз, қадірлі көрермен? Неге біздің әкімдер президент келетін кезде ғана ала шапқынға түседі? Аймақ басшыларының көз бояушылығы туралы сіз не білесіз? Видеоның астына комментарий жазып, пікір білдіріңіздер. Қазақ Айранға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Естеріңізге сала кетейін, экрандағы Каспи QR арқылы немесе видеоның мазмұнындағы Каспи Patreon сілтемелері арқылы редакциямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны істегендерге алғысымыз шексіз, бұл маңызды.